адамдардың көбісі түсінбей у-шу болып жатыр ма? Мен де тотальный контрольға қарсымын. Цифровой рабствоға қарсымын. Сондықтан сіздерге осы видеоны қойдым. Біз қаласақ та, қаламасақ цифровой платформаға көшеміз. Бірақ адам өзі таңдай алады. Үкіметтікіне көшесіз немесе осындай. Сол үшін мен сіздерге мынандай тәуелсіз, независимый платформа туралы айтып жатырмын. Социально-экономических отношений. Социально-экономических отношений деген не? Ол умное сообщество, қоғамдастық. Ол жерде біз өзіміз шешеміз. Қанша продукт аламыз, не істейміз, қайда барамыз, бізді ешкім бұғатталмайды ол кезде. Өйткені бұл платформада әр адамның бірінші орында әр адамның қауіпсіздігі, әр адамның персональный данныйларының безопасность. Сіздің персональный данный, сіздің құжаттарыңыз сіздің телефонда ғана тұрады. Облакада емес, Google'да емес, интернетте жүрмейді парольдарыңыз неңіз. Оның ішінде бірінші орында әр адамның қауіпсіздігі. Бұл умное сообщество. Бұл платформа үкімет үшін емес, компания, юрлицалар, мысалы, фабрика, завод үшін жасалған жоқ. Әр жеке адам үшін, әр жеке адамның қауіпсіздігі бұнда бірінші орында. Сондықтан сіз өзіңіз решать етесіз. Енді қараңыздар, көп адамдар, мен өзімді айтып өтейін. Мен мысалы осыдан 5 жыл бұрын инвестор болмай тұрып, осы цифровой актив туралы білмегенде, кешегі Сәуле менімен шықты ғой прямой эфирға, Сәуле Смағұловна. Сол кісі бірінші рет осы Қарағандыға келіп осыны айтқанда маған мен түк түсінбегем. Бірақ мен 4 ай жүрдім. Кабинетімді ашып қойдым, құжаттарымды неттім, енгіздім. Бірақ ақша салған жоқпын. Мен бірінші осыны зерттеп біліп алайын дедім. Миым өйткені түсінбей жатты. Мен өйткені жазда шығыста базарда жұмыс істейтін, қыста повар жұмыс істейтін, ақша жетпейтін, 2 кредит просрочка, бәленбай 30 адамға қарызым бартын. Мені танитын адамдар бар, өтірік айтсам, мына жігіт жазсын. Сол кезде мен суық квартирада тұрдым, сол квартирамды сатып, қарыздарымды жауып, нелерімді жауып, кредиттарымды жауып, қалған ақшаның бәрін осы бетбонға салдым. Мені 5 жыл болды, мен инвестормын. Бір күнде мен өкінген жоқпын. Өйткені менің ақшам бәленбай есе өсті. Бұнда қаншама депозиттар болды, әртүрлі инструменттерге салып, мен ақшамды өсірдім. Қазір өзім лицензия алып жұмыс істеп жатырмын. Бұл цифровой актив бетбон, бұл биткойннан да асып кетеді. Өйткені бұл адамзатқа пайдасы бар, экономикаға пайдасы бар. Мына сервистардың бәрін, 24 сервисті ертеңнен бастап бір-бір видеодан салып отырамын. Бұнда студенттен пенсионерге дейін не болады, инвестор болады. Сіздің ақшаңыз сіздің соткаңызда, Каспийда депозитта тұрғандай тұрады.